Hello everyone. Today's lesson is about prepositions. Сәлем барлығыңыздарға. Бүгінгі сабағымыз prepositionдер жайлы. Prepositionдер бізде қазақ тілінде жоқ. Ешқандай түркі тілдері prepositionдер қолданылмайды. Бұл сөздің мағынасы pre алдында, position орналасқан, орналасу дегенді білдіреді. Негізінен зат есімдердің алдында қолданатын, кейде уақытты білдіреді, кейде іс-әрекеттің бағытын білдіреді, кейде мекен жайды білдіретін сөздер. Онда бастап қарайық, әрқайсысы қалай қолданылады, не мағынаны білдіреді. An apple and a book are on the table. Алма мен кітап столдың үстінде тұр. On the table, үстінде. The apple is above the table. Алма столдың жоғар жағында тұр. Above the table, жоғар жағында. A chair is on the table. Орындық столдың үстінде тұр. On the table, үстінде. The book is next to the table. Кітап столдың жанында тұр. The book is next to the table. The book is on the floor. Кітап еденнің үстінде. The apple is under the table. Алма столдың астында. Under, астында. The apple is by the book. Алма кітаптың жанында тұр. The apple is by the book. The apple is between boxes. Алма жәшіктердің арасында тұр. Between, арасында. The apple is inside the box. Алма жәшіктің ішінде. Inside, ішінде. The apple is under the box. Алма жәшіктің астында. Under, астында. Міне осы бейнеде ағаш, оранж ағашы, апельсин ағашы. Оның жоғар жағында құс ұшып жүр, және төмен жағында мысық отыр. Сол жоғар жағында құс ұшып жүр дегенде above the tree. A bird is flying above the tree. Деп айтамыз. A cat is sitting below the tree. Мысық ағаштың төмен жағында отыр. Ағашта көп оранждар бар, апельсиндер бар. There are many oranges on the tree. On the tree ағаштың үстінде деген сөз. An orange fell from the tree. Апельсин, an orange, fell, құлады, түсті, from the tree. Ағаштан деген сөз. Осы шығыс септігін ағаштан дегенді ағылшында from the tree деп айтамыз. An orange fell off the tree. Бұл да ағаштан деген білдіреді, бірақ off the tree үзіліп түсті деп айтуға болады. Fell off the tree. An orange fell to the ground. Апельсин жерге түсті. Жерге бар септігі. Соны ағылшыншада to the ground деп айтамыз. An orange fell near the cat. Near, жанына, жақын жерге деген сөз. Апельсин мысықтың жанына түсті. An orange fell behind the cat. Апельсин мысықтың артқы жағына түсті. Behind the cat. Келесі preposition along. Along деген бойымен деген сөз. A hiker is walking along the road. Along the road деген жол бойымен. Саяхатшы жол бойымен жүріп бара жатыр. Along, бойымен деген сөзге мына транспорттың түрлері жақсы мысал. Trams move along tram lines. Трамвайлар трамвай линиясымен жүреді. Трамвай линиясының бойымен жүреді деген сөз. Линия деген бұл орыстың сөз емес, осы ағылшын тіліндегі сөз. Линия, lines, соны линия деп атайды. Енгізген солай деп. Trolleybuses move along trolleybus lines. Троллейбустер троллейбус линиясының бойымен жүреді. Батобасыз, батобус деді, оны француз сөзі. Бұл негізі бато деген қайық, бус деген бас. Батобасыз көбінесе ол Парижде болады, бұл қайық автобус деген сөз. Batobuses move along rivers. Бұл қайық автобустар
өзен бойымен жүреді деген сөз. Rivers, өзен. Trains move along rail tracks, немесе railways. Пойыздар рельстермен жүреді деген сөз. Рельс деген сөздің өзі де ол орыс тілінен сөз емес. Rails деген ағылшын тілінің сөзі, соны ауыстырып алған. Rails деп. Ағылшын тілінде ол rails. Gondolas move along cables. Gondolas деген мына нәрсе, міне ол кабельдердің бойымен жүреді деген сөз. Міне кабель, cables. Кабель де орыстың сөзі емес. Демек, ол cables деген сөзден ауысып барған. Cable cars деп те айтады кейде, бұл кабельный машина деген, кабельдің бойымен жүретін машина деген сөз. Cable cars move along cables. Кабельдің бойымен жүреді, cable cars. Against, қарсы деген сөз. For, үшін. Against, for дегенді мысалы дауыс бергенде қолданады адамдар. Дауыс беруді vote дейді. Vote against, қарсы дауыс беру. Vote for, үшін дауыс беру деген сөз. Не, vote деген сөз, дауыс бер деген сөз. We vote against dictatorship. Біз диктаторлыққа қарсы дауыс береміз. Диктаторлыққа қарсы дауыс береміз, ол өте жаман жүйе. Диктатор дегеніміз, dictatorship, диктаторлық жүйе дегеніміз, ол бір адамның ұзақ жылдар билікте отыруы, сол билікте отырып өзі дұрыс жасап жатыр ма, дұрыс жасап жатқан жоқ па, соған қарамай бүкіл елді өзін тыңдату, күштеп тыңдату, қалай да болса тыңдату, ол бір адамның басқаруы dictatorship дейді. Өте нашар жүйе. Corruption деген коррупция. Оған да қарсы дауыс береміз. We vote against corruption. Corruption болғанда ол жерде жемқорлық болады. Ондай жүйеде сол диктатордың туыстары, құда жекжаттары, достары, кластастары, түгел семья мүшелерінің толып жатқан туыстары түгел билікке келіп араласып, қабілеттеріне қарамай, білімдеріне қарамай, таныс жораменен жұмысқа тұрып алып, жұмыс істеуі, немесе жұмыс істей алмауы, ол жүйеден де қашуға тырысу керек, сөйтіп қарсы дауыс беру керек. We vote against corruption. Lunatics деген не? Луна деген орысша ай, La Lune дейді француздар, мүмкін ол жаңағы айдан келген адамдар шығар. Не де болса, оларға да қарсы дауыс береміз. We vote against lunatics. Vote for democracy, демократия деген ол өте жақсы жүйе. Ол жүйеде халықтың, менің, сенің, бәріміздің даусымыз есепке алынады. Transparency, ашықтық жариялылық дегеніміз елдің бюджетін, қазынасын кім қалай жаратып жатыр, не үшін жаратып жатыр, соның бәріне есеп беріп отыру деген сөз. Ашық халыққа. Earthlings, lunatics'ты айтқан үшін earthlings'ты қолдана салып жатырмын. Бұл жер адамдар деген сөз. We vote for earthlings. Among деген арасында деген сөз. There's a brown tree among green trees. Мына жерде жасыл ағаштардың арасында бір қызыл ағаштыр. Немесе қоңыр ағаш, brown қоңыр ағаштыр. There is a brown fir tree among green fir trees. Жасыл шыршалардың арасында бір қоңыр шырша тұр деген сөз. Tree деген ағаш, fir tree деген шырша ағашы. Amongға тағы мысал, Meadow skating rink is among mountain ranges. Meadow мұз айдыны тау жоталары арасында. Among арасында деген сөз. Meadow мұз айдыны тау ішінде деп айтамыз. The black car is in front of the yellow car. Қара машина сары машинаның алдында. Қара машина сары машинаның алдында деп айтсақ, the black car is in front of the yellow car. Yellow car не сары машина. In front of деген бұл preposition емес, бірақ behind'ке қарама-қарсы қолданып отырмын.
behind what preposition артында дегенді білдіреді. The yellow car is behind the black car. Сары машина қара машинаның артында, behind the black car. The black car is moving in front of the yellow car. Қара машина сары машинаның алдында жылжып келеді. The yellow car is moving behind the black car. Сары машина қара машинаның артында жылжып келеді. Around айнала деген сөз. People around the globe. Жер шарының адамдары деген сөз. The globe деген глобус. Глобус ол да орысша сөз емес, осы globe деген сөзден енген. People around the world ол да тура сол мағына, әлемдегі адамдар. 11 people, 11 colorful figures around the globe. Мына жерде 11 фигура, түрлі түсті фигура дейді, colorful figures around the globe. Глобустың айналасында тұр деген сөз. The earth goes around the sun. Жер шары күнді айналып өтеді. The earth revolves around the sun. Ол да сол мағынада. Жер шары күнді айналады. Our planet Earth rotates around its axis from west to east. Біздің жер шары өзінің осінде айналады. Осылай. Осылай айналып 365 рет айналғанда 365 рет түн және күн болады. Міне мына жерде күндіз, күннен теріс жағы түн болып тұр. Солай 365 рет күн мен түн болған кезде бір жыл өтеді. Сол бір жылдың ішінде жер күнді айналып шығады деген сөз. Earth revolves around the sun in 365 days. At preposition. At мекен жайды, орын жайды білдіреді. Және at or in. Осы екі предлогтың мына arrive деген етістіктен кейінгі қолданылысы. Осы етістіктен кейін кей кезде at болып қолданылады, кейде in қолданылады. Қазір қараймыз соны. I study at a college. Мен колледжде оқимын деген сөз. I study at a college. They are sitting at the table. Олар столда отыр. At the table. Енді мына бөлік at or in. Қашан ол at қолданылады, қашан in қолданылады, осы arrive деген етістіктен кейін. At қолданылады, ол кішілеу орындар болса, smaller places, кішілеу орындар. You arrive at the station. Сіз бекетте келесіңіз. You arrive at the station. I have arrived at the village. Мен ауылға келіп жеттім. I have arrived at the village. Осындағы бекет, станция, немесе village, ауыл, екеуі де кішірек орындар. We have arrived in Almaty. Біз Алматыға келіп жеттік. Алматы үлкен қала. Сондықтан оны біз arrived in деп айттық. She arrived in Kazakhstan. Ол бекеш Қазақстанға келді. Қазақстан ел ғой, бүкіл ел, сондықтан оны arrived in. Үлкен орындар болса, онда arrive in деп айтамыз. Кішілеу орындар болса, arrive at. At after verbs look, smile, wave from. Look, smile, wave from деген етістіктерден кейін at қолданылады. Қарау, күлімсіреу, қол бұлғау және қабақ түйу. She smiled at me. Ол маған күлімсіреді. Why are you looking at her like that? Сен ол қызға неге олай қарап тұрсың? Looking at her. Ол қызға қарап тұрсың. He waved at me before he got in his car. Ол жігіт өз көлігіне мінер алдында маған қолын бұлғады. He waved at me. Маған қолын бұлғады. At and to after shoot, laugh, throw, point. Осы етістіктерден кейінгі at немесе to'дің қолданылуы. Кейде at қолданылады, кейде to қолданылады. Қашан at қолданылады, ол сөйлемде бір агрессивті мағына болса. Мысалы, stop throwing stones at the cat. Мысыққа тас лақтыруды доғар дейді.
throw at деген сол. Мысыққа тас лақтырып жатса, онда кішкене агрессивті мағына бар. It is silly to point at somebody and laugh. Біреуді нұсқап тұрып, оған күлу ақымақтық. Осы жерде де агрессивті мағына бар. You don't need to shout at me. Маған айқайлаудың қажеті жоқ. Don't shout at me. Маған айқайлама. Енді қашан ол to қолданылады, егер сөйлемде агрессивті мағына жоқ болса, жай сөйлем болса. Please do not throw food to patrons. Кептелерге тағам лақтырма. Қазақстанда кептелерге тамақ бере береді, ол норма болып есептеледі, бірақ Англияда кептелерді ұнатпайды жалпы, өйткені кептелерде микробтар бар деп сенеді, ол дәлелденген. Оларға тамақты беріп отқандарды да онша ұнатпайды. Could you shout to Jake and tell him it's dinner time? Джекке айқайлашы, кешке ас дайын деп айтшы деген сөз. Could you shout to Jake and tell him it's dinner time? Келесі мысал, the train is late again, she said, pointing to the timetable. Жолаушылар кестесін көрсетіп тұрып, ол қыз пойыз тағы да кешігуде деді. At, on, in. Осы үш prepositionдер уақытты білдіреді. Кейде сол уақыт жайлы айтқанда, мысалы, at қолданылады, біз егер сағатты айтатын болсақ. Мен әдетте сағат 6-да тұрамын деп айтатын болсақ. I usually get up at 6 o'clock. Апта соңында не істейсің деп айтсақ, апта соңы деген сенбі және жексенбі күндерін the weekend деп айтады. Апта соңында не істейсің? What do you do at the weekend? Мен жұмысты азанда таңертеде жақсы істеймін. Күннің белгілі бір бөлігі. Азанда, түсте, кешке деген сөзді. Part of the day деген сол. I work best in the morning. Мен азанда. In the morning деп айтады соны. In the evening, in the afternoon. Тек қана кейде at night деп айтады. In the night деп те айтады. In the night дегенде ол белгілі бір түнді айтады. At night жалпы кез келген түн. Мен мамыр айында туылғанмын. Longer period, week, month, ұзағырақ уақыттар, апта, жыл, айды айтқан кезде in деп айтамыз. I was born in May. Мен май айында туылғанмын. Мен сондай жылда туылғанмын десек in деп айтамыз. Particular day. Аптаның белгілі бір күні. Мысалы, дүйсенбі, бейсенбі, сейсенбі дегенде айтқанда on деп айтамыз. I will ring you on Tuesday. Мен сізге бейсенбіде телефон шаламын. Соны on Monday, on Tuesday, on Wednesday деп айтады. In prepositionның басқа да қолданыстары. My two nieces are getting married in 3 or 4 days. Менің немере сіңлерім 3 немесе 4 күннен соң, немесе 3 немесе 4 күннен кейін үйленеді. In деп айтады соны. In 3 or 4 days. 3-4 күннен соң дегенді. Көп адамдар осыны сөзбе-сөз өз тілдерінде қалай айтса, солай айтады. Мысалы, орыс тілінде бұны после деп айтады. Қазақ тілінде кейін дегенді, сол ағылшын тілінде ол сөздерді after деген сөзбен аударады, сөйтіп тағына after'ны қолданады осы мағынада айту үшін. Ол after болмайды, бұндай мағынада in деп айтады. 2 сағаттан соң деп айтатын болсақ, in 2 hours деп айтамыз. After 2 hours демейміз, in 2 hours деп айтамыз. It will be ready in 3 weeks. Бұл 3 аптадан соң дайын болады. Бұл да сондай. It will be ready after 3 weeks деп айтпаймыз. It will be ready in 3 weeks деп айтамыз. Және де in сондай уақыттың ішінде дегенді де білдіреді. Мына сөйлемдерде. I will see you in a month's time деген, мен сізді бір айдан кейін көремін деген сөз. I can run 200 meters in about 30 seconds. Мен 30 секунд ішінде 200 метр жүгіріп өте аламын деген сөз. Бұл жерде in деген in about 30 seconds
30 секунд ішінде деген сөз. He wrote the book in a month. Ол кітапты бір айдың ішінде жазып бітірді деген сөз. He wrote the book in a month. By бұл бір preposition орын мекен жайды білдіреді, кейде уақытты білдіреді. I live by the river. Мен өзенге таяу жерде тұрамын. I live near the river. Мен өзенге жақын жерде тұрамын деген сөз. Мен бұл мына сөйлемді әдейіге салыстыру үшін қостым. Өйткені by, near екеуінің мағынасы жерде өте жақын. I live by the river десе, ол анағұрлым таяу жерде тұрамын. Маған өзен көрініп тұрады деп айтуға болады. I live near the river болса, маған өзен көрінбеуі мүмкін. Мен өзенге бару үшін тағы 10 минут жүріп баруым мүмкін. Сондай мағынада бұл жақын жерде деген сөз. Мынау одан да жақын жерде. Мынаған қарағанда, near дегенге қарағанда, by деген таяу, жақын деген, жақынырақ деген білдіреді. I will be home by 6 o'clock. Жерде уақытты білдіріп тұр. Мен үйге 6-да немесе 6-ға дейін келемін деген сөз. I will be home by 6 o'clock. You will be in bed by the time I get home. Мен үйге келгенге дейін сен жатып қаласың деген сөз. By деген жанында деп айттық қой. Оның басқа да қолданыстары, мысалы, мына сөздер сөйлемдерде көрінеді. My father works by night and sleeps by day. Менің әкем түнде жұмыс істеп, күндіз демалады. They will come here by bus. Олар автобуспен келеді. They will come here by train. Олар пойызбен келеді. They will come by taxi. Олар таксимен келеді. Your English is getting better day by day. Сенің ағылшын тілің күн сайын жақсаруда деген сөз. Day by day, hour by hour, сағат сайын. Week by week, апта сайын деген. By prepositionның тағы басқа мағыналарда қолданылуы. We are paid by the hour as per the contract. Келісім шарт бойынша біздің еңбекақы әр сағат сайын төленеді. Әр сағатқа төленеді. Әр жұмыс істелген сағатқа төленеді. You can rent a bicycle by the hour, by the day, or by the week. Сен велосипедті, bicycle'ды әр сағатына, немесе әр күніне, немесе әр аптасына жалдауыңа болады деген сөз. Осы қысқаша екі мысалды by және with кейде адамдар шатыстырып қолданады. Соны анықтап өту үшін. I killed a mosquito by hitting it. I killed a mosquito with a paper. Бірінші сөйлемде біз оны қандай әдіспен өлтірдік? Не жасадық өзіміз? Ұрлық деген сөз. I killed a mosquito with a paper. Біз ол масаны өлтіру үшін не қолдандық? Біз ол масаны өлтіру үшін газет қолдандық деген сөз. I killed a mosquito with a paper. Екінші мысал, I got this job by hard work. Бұл жұмысқа мен көп еңбекпен, көп еңбектің арқасында тұрдым. I got this job with money. Мен бұл жұмысқа ақшаның арқасында тұрдым, ақша төлеп тұрдым деген сөз. Except. Содан басқа, соны есептемегенде, санамағанда деген мағынаны білдіреді. Мысалы, in fact, Mexico buys and sells more US goods than any other country on the planet except for Canada. Мексика әлемдегі ақш өнімдерін ең көп сатып алатын және ақшқа өз өнімдерін ең көп сататын ел, Канаданы есептемегенде, Канададан басқа деген сөз. Осындай сөйлемге ұқсас, but деген қолданады. Бұл preposition емес, бірақ осыған ұқсайтын сөйлем құрылымы болғандықтан айтып кетіп отырмын. He eats nothing but burger. Ол бергерден басқа дым жемейді. Everybody is here but Jack. Jack'тен басқаның бәрі осында. Nothing, everybody деген сияқты сөздерді қолданғанда солай айтады. Below, under.
осы екі preposition екеуі де астында дегенді білдіреді. Мына мысалда look in the cupboard below the stairs. Look in the cupboard under the stairs. Баспалдақтың астындағы шкафты қара деп айтатын болсақ, екі сөзде қолданыла береді. Егер тип тұрса, тип тұрған жабудың астында болса, онда under деген сөз қолданылады. The cat is under the blanket. Мысық көрпе астында. Мысалы, міне осындай жағдай болса, онда under деп айтамыз. Under the blanket. Under the duvet деп. What are you wearing under your jumper? Сен жемпіріңнің астынан не киіп алғансың? Жемпіріңнің ішінен не киіп алғансың деп сұрайтын болсақ, What are you wearing under your jumper? Under дегенді қолданамыз. The climber stopped 300 meters below the top of the mountain. Тауға өрмелеушілер тау шыңынан 300 метр төменде тоқтады. Осындай мағынада төменірек болса, онда below дегенді қолданамыз. Тау төбесінен 300 метр төменде тоқтады деген сөз. Below, under, underneath, beneath. Бәрі де астында дегенді білдіреді. Below, төменгі жақта дегенді білдіреді. Алдыңғы бетте мысалда болды. Under және underneath. Осы underneath, осы underның орнына кейде қолданылады. Екеуі бірдей мағына. Beneath қазір айтамыз. Under деген және де жасқа жетпеген деген мағынаны да білдіреді. Жасқа толмаған. He is still under 18. Ол әлі 18 жасқа толмаған. You are under 18. You are not allowed to watch this film. Сен 18-ге толмағансың. Саған бұл фильмді көруге болмайды. Beneath деген сөз көбінесе әдеби тілде қолданылады. Төмен дегенді білдіреді. Titanic quickly sank beneath the water. Titanic жылдам су астына батып кетті деген сөз. He acts as if I was beneath his notice. Ол мені есепке алудың қажеті жоқтай ұстайды өзін. Ол мені өзінің назарына тұрмайтындай әрекет жасайды. He acts as if I was beneath his notice. Over, жоғары жағынан үстінен деген сөз. High jumper sportsman jumps over the pole. Міне биіктікке секіретін спортшы биіктіктен секіріп жатыр. High jumper is jumping over the pole. Triathletes jump over the obstacles. Triathletes, триатлондар кедергілерден секіріп өтіп жатыр. Triathletes are jumping over the obstacles. Over, мына кісі айдың үстінен секіріп өтіп жатыр. He is jumping over the moon. Және де көбірек деген аса деген мағынаны білдіреді. She earns over 100 pounds a year. Ол жылына 100 фунттан аса табыс табады. She earns over 100,000 pounds a year. Underground, Лондонның метросын underground деп айтады. Under деген асты, ground жер асты деген сөз. Міне осындай белгісі underground, жер асты жол деген сөз. Міне картасы 6 зонадан тұратын 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones. Станцияның жанында осылай белгілер тұрады. Underground, алыстан іздеген адамдар осылай табады. This building is under construction. Бұл сөйлем де бұл ғимарат құрылыс үстінде бітпеген деген сөзді білдіреді. This building is under construction. Салынып жатыр деген сөз. Және under discussion десе талқылануда. This report is under discussion десек, бұл есеп report талқылану үстінде деген сөз. Under review қайта қаралуда. This report is under review. This animal is under protection. Бұл жануар қорғауға алынған. Under protection деген қорғауға алынған деген сөз. Undervalued деген сөзде ол төмен бағаланған деген сөз. Тиісті бағасын алмаған undervalued. Underrated
төмен ұпайланған деген сөз, тиісті ұпайын алмаған. Өзінің тиісті ұпайынан төмен ұпайланған деген сөз. Vaccine was under development for 10 months. Vaccine 10 ай дайындалып дамытылуда болды. Vaccine was developed for 10 months before it was deployed. Қолданысқа жіберілер алдында вакцина 10 ай бойы дайындалып дамытылды деген сөз. Vaccine was under development десек, ол дамытылуда болды. Vaccine was developed, ол дайындалып дамытылды. Towards немесе toward деп айтады, бұны towards деп айтады. Және through, бұл екі prepositionның қолдануы. Және up, down. Up the stairs, баспалдақпен жоғарғы жүру деген сөз. To go up the stairs. To go down the stairs десек, баспалдақпен төмен түсу. Up деген жоғары қарай, down деген төменге қарай. Бұл бағытты, қозғалыстың бағытын білдіріп тұр. To the stars, жұлдыздарға қарай деген сөз. To the stars. To the circle, мына садақ. To the circle, бағыты, мына шеңберге қарай деген сөз. Through the circle, шеңбердің арасынан өту деген сөз. Through the circle. From the circle, шеңберден деген сөз. Осы ге, ден. Мынау барыс септігі, мынау шығыс септігі. Мынау арасынан өтеді деген сөз. She is successfully moving up her career steps. Ол қыз өзінің карьера баспалдағымен жоғарыға қарай жетістікпен жылжуда. Moving up, жоғарыға қарай жылжуда. Алдыңғы суретте towards the stars деп айттық. Ол біреудің амбициясы жайында солай айтуға болады. I'm working towards my success. Мен өзімнің жетістіктерім бағытында жұмыс істеп жатырмын деген сөз. I'm working towards my success. Through, алдыңғы бетте бұл шеңбер арқылы өтті дедік. Through the circle. Ал енді басқа тағы мағыналарда қалай қолданылады бұл сөз? Бұл preposition. He got the job through an advertisement. Ол жігіт жұмысына жарнама арқылы тұрды. Жарнама арқылы дегенде through an advertisement. She has achieved her success through hard work. Ол қыз өз жетістіктеріне көп еңбектену арқылы жетті. Through hard work. We worked through the night. Біз түнмен жұмыс істедік. Through the night. People generally work Monday through Friday. Адамдар жалпы дүйсенбіден жұмаға дейін жұмыс істейді. Дүйсенбіні қосып, және содан бастап жұмаға дейін. Жұманы да қосқанда деген сөз. Monday through Friday. Ал осымен біздің бүгінгі prepositionдер жайлы сабағымыз тамам. Prepositionдер жайлы әлі тағы көп айтылу керек, бірақ осы бүгінгі жетеді. Онда келесі сабаққа дейін сау болып тұрыңдар. Until next lesson.